Амансыздар, құрметті көрермендер. Мұқағали атамыздың өлеңдері өзгелерге шабыт сыйлап, қанат бітірді. Жыры жүрек қылын түп басып, өзгелердің бойындағы таланттарын ашып, сазгер атандырды. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев. 9 ақпан 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Азан шақырып қойылған есімі Мұхаммед Қали. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев. Қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақыны, өз заманында лайық бағасын ала алмаса да, өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік ақиық ақын. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев ұлы жүз албан тайпасының шоған абыз ұрпақтары Алжан руынан шыққан. Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен, ақын тағдырдың ащы дәмін ерте тартқан. Неңді сенің аңсаймын бала шағым, өлеңін аңсай жазғанын келесі өлеңінде байқасақ болады. Мұқағали Мақатаев. Неңді сенің аңсаймын бала шағым. Неңді сенің аңсаймын бала шағым. Болдыраған айналам аласағым. Аласағым ішімде болашағым. Болашағым, болашақ алашағым. Сенің қандай аңсаймын тамашаңды. Соғыс келді, жүрекке жара салды. Шапан еттім төсенген алақанды. Қамқор тұтып қауқарсыз қара шалды. Сағынам ба суық мен талқаныңды, суығыңды сұрқия қаңтарыңды. Әжем байғұс мезгілсіз ораза ұстап, бізге беріп талқаның қаңтарылды. Сағынам ба түстерін кештеріңді, жалаң аяқ таңғы шық кешкенімді, өшкенімді білдірмей өскенімді. Жүре бердім жамыл бөстегіңді. Сағынбаймын, сағынсам мұң айтады. Мұң айтсам, көңіл тағы лайтады. Әнуарды, шәмшіні, шәмілдерді. Күн өткізген, солай деп кім айтады? Қазақ поэзиясының символы Мұқағали Мақатаевтың отанға деген махаббатын келесі өлең жолдарынан байқасақ болады. Мен оның түнінсем, күнінсем, ағынды өзен асқар тәугілінсем. Мен оның қасиетті тілінсем, мен оның құдіретті үнінсем. Бар жәндігінсемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаны менің күйдемнен жарып шықты, бос торғай бұл оның шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүй өтем. Отанды сүйгенде киік екен, отанды сүйгенде киік екен. Мұқағали Мақатаевтың әкесі қарапайым шаруашы, колхозда сушы шағылшы болып істеген. Мұқағали үйдің тұңғышы болған. Оның артынан бір қыз және 3 ұл туған. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің алғашқы баласы ата-әжесінен тәрбие алуы тиіс. Сондықтан Мұқағали әжесі тиіннің қолынан өсіп, анасын жеңгесінде қабылдайды. Мұқағали Мақатаев поэзиясының қайнар көзі өскен жері өмірі. Апырмай, туған жер-ай, теңдесер кім? Бұл жерге сен болмасан келмес едім. Кіндігімді байлаған қазағым-ай, сен болмасан бұл маңды көрмес едім. Туған елім, көрмесем сағынамын, кетсем өзімнен табылады. Жасыра алмай інімнің отауынан, ыстық маған атаның шаңырағы. Пай, 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 киелі неткен жер. Батырлар түрілдеп
өткен жер. Тұлпарлар түбірлеп төккен тер. Сарылып, сал серік еткен жер. Бас еп, иіскеп топырағын. Тағзым жасамай өтпеңдер. Мына өлке, мына аймақ бұл маңда. Құлшылық етемін тұрғанға. Құлшылық етемін құмдарға. Тағзым жасаймын қырларға. Шүкірлік етемін қашанда. Осы бір отанда тұрғанға. Жазы бар, жалынмен жандырған. Қысы бар, аязға қалдырған. Көктемі балауса балдырған. Ал күзі алып бір ақ қырман. Ақ тәннен ақ нөсер жаудырған. Күреңнен жаңа алған тандырдан. Көлдеңең, көлбеген көкжиек. Қыранның қанатын талдырған. Ендінші бақтым, халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақтым, тілім менің. Тас жүректі тілімнен түнілдедім. Кей-кейде дүниеден түнілсем де, қасиетті тілімнен түнілдедім. Бақтым бар үшінші отан деген. Құдай деген кім десе отан дедім. Отыз сөнген жалғанда жан басын ба, ойланбай-ақ келдағы отау мені. Түтін түтет, өз өрбі көгелебі. Немерелер көбейсін шөбеделер. Жанында ұста, жақсы күтпей кейсін. От емес, оқсырасан менен неге. Үш бірдей бақтым бар алақанды. Мені мұндай бақты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан. Атырау, Алтай, арқа Алатауға. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев. Өлмес өнер демген, туындатқан лирик ақын. Ақын жүрегі ғасырлар бойы жырлай берсін.